25-інде мамырдың қанат қаққанбыз. Жас түлек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғырыменен асаған балалық шақтың есігіндегі жапқанбыз. Қызығып жасыл күлгінге балалық өтті білдің бе? Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде келістік, келіссек қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Қашушы едік көргенде бұрын партаны, тақтаны көрсең қазір өзіне тартады. Әр шәкіртіңнің бақыты үшін екен ғой, аяулы ұстаз ағарған шаштың әр талы. Қызығып жасыл күлгінге балалық өтті білдің бе? Мүмкіндік жоқ қой сол күнге, барып қайтатын бір күнге. Тату боп кейде келістік, келіссек қайта келістік. Есіңнен қалай кетеді естелік күндер ең ыстық. Біздерден кейін сыныпқа кімдер кірді екен? Біз жауып кеткен сыныптың кілті кімде екен? Біз ғашық болған қыздардың аты кітапта. Қайырлы күн, қадірмен жерлестер. Мен Құдайбергенов Руслан Ерғалиұлы, Әліби Жангелдин орта мектебінің 1999 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда Темір ауданына қарасты Жақсыбай ауылдық округі әкімінің лауазымын атқарудамын. Әлемде мыңдаған кәсіп пен мамандық түрлері бар. Олардың әрқайсысының бастауында шынында ұстаз тұрады. Ұстазсыз ұлы болу мүмкін емес. Өмір жолындағы барлық тәлімгер ұстаздарымның алдында бас иемін. Рахмет. Алғаш боп қолыма әліппе ұстатып, оны жаттатып, қалам ұстатқан Төлемісова Алтын апайыма, Айнаш апайыма, Сұлушаш апайыма рахмет. Аса құрметті Әліби Жангелдин орта мектебінің ұжымы, сіздерді 60 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге, еңбектеріңізге жеміс, толағай табыстар тілеймін. Қайырлы күн, саламатсыздар ма, қадірменді менің жерлестерім. Қайырлы күн, ұстаздар. Баршаңызды биылғы Әліби Жангелдин атындағы Қазақ орта мектебіміздің 60 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Сіздерге табыс тілеймін, мол шығармашылық тілеймін. Табыстарыңыз толағай болсын, шәкірттеріңіз көп болсын. Мен Қуанышқұлқызы Гүлнұр Жаманова 1999 жылғы Әліби Жангелдин атындағы Қазақ орта мектебінің түлегімін. Қазіргі кезде Ақтөбе облысы Қобда ауданы Батырлар мекенінде, яғни Қабда ауылында Қабда ауылдық округі әкімінің орынбасарының лауазымын атқарудамын. Мен мектеп табалдырығын 1989 жылы аттағанмын. Бізде сол уақытта мектепте білім берген ең бастауыш сыныптағы апайым Алтын апай. Содан кейінгі болған Жұмагүл апай. Жоғарғы сыныпта
бізге сынып жетекші болған Сушаш апай, Айнаш апай, апайлардың бір-бірінен ажыратып ала алмаймыз, себебі барлық апай бірдей. Барлық апай өздерінің тәлім тәрбиесін бізге, барлық өздерінің бойындағы барлық күш жігерін бізге жұмсады. Сол күш жігердің нәтижесінде міне барлық сол Әлібек Жангелдин атындағы Қазақ орта мектебінің барлық түлектері қазір республикамыздың түкпір-түкпірінде, қалаларда, ауылдарда, барлық жерлерде осы мектептен алған тәлім тәрбиесінің арқасында, білім беріп, білім алуының арқасында үлкен лауазымды тұлға, бір жерде барлығы да үлкен азаматшалар болып жүр. Осы сол ұстаз апайларымыздың арқасында барлығы да осы күнге жеткізген әуелі Алла, содан кейінгі ұстаздарымыздың арқасында. Біз ұстаздарды ешқашан ұмытпаймыз. Барлық ұстаз біздің жүрегімізде. Әрдайым біз ұстаздарды құрметтейміз, құрмет тұтамыз. Биылғы жылға келген 60 жылдық мерекеңіз баршаңызға құтты болсын дегім келеді. Еңбекте шығармашылық табыс тілейміз. Ұжымдарыңызға жақсылық тілейміз. Ұжымдарыңыз кілең, үлкен лауазымды тұлғалармен көбейе берсін. Артта келе жатқан өскелең жас ұрпақтарға өзімнің үндеуімді айтқым келеді. Осы ұстаздарымыздың барлық айтқан ақылдарын, барлық айтқан ұсынысын пікірлерін көтере біліп, жақсы жағынан қабылдап, сол кісілердің тәлім тәрбиесімен сусындап, болашаққа деген нық қадаммен басуларыңызды сұраймын. Ұстаздарды әрдайым құрметтеңіздер, қадірлеңіздер. Біз сіздерді жақсы көреміз, қадірменді менің жерлестерім, менің кіндікқаным, тамған жерім, шалқарым. Еңбекте жемісті болыңыздар, еліміз аман болсын, шалқары көліміз көркейе берсін. Барлық әлемдегі жақсылықты тілеймін. Биылғы 60 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Сау, саламатта болыңыздар. Мен Имашева Айнагүл Самигулаева. 1999 жылы Әлібек Жангелдин атындағы Қазақ орта мектебінің түлегімін. Алтын мектебінің берген білімінің арқасында жоғары оқу орнына түсіп, магистратураны аяқтап, өз мамандығымда жұмыс атқарудамын. Сынып жетекшілеріміз Айнаш апай, Сушаш апайлардың қоғамдық жұмыстарға белсенді қатыстыруының арқасында қазіргі таңда колледждің жөніндегі орынбасарымын. Алтын ұя мектебі. Сіздерді мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Ұжымдарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Біз сіздердің жетістіктеріңізге әрқашанда қуанып, мақтан тұтып жүреміз. Құрметті Әлібек Жангелдин атындағы ұстаздар, ұжымдастар, сіздерге Алтын ұя мектебіміздің биыл 60 жыл толуымен құттықтаймыз. Еңбектеріңіз жана берсін, шәкірттеріңіз көп болсын деп тілек тілейміз. Мен 1999 жылы бітіріп кеткен Қалымбетова Алида боламын. Біздің кезіміздегі апайларды атап өтсем деймін. Сәни апайымыз ағылшыннан берген. Фамилиясын ұмытып отырмын енді. Сәни апайымызға ерекше алғыс білдіргім келеді. Әлі күнге шейін сіздің бізге берген біліміңіз соншалықты есімізде әлі де сақтап келеміз. Мысалы, терезені де көрсетіп, столды да көрсетіп, әрбір сол сөзіңіз әлі күнге дейін есімде. Мен де балаларыма соны күнде айтып отырамын. Соншалықты мен баяғыда бітіріп кеткен білімімді әлі күнге шейін менің есімде сақталып тұрғанына мен сізге рахмет айтамын.